Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қышқылдар және олардың қасиеттері. Оқу мақсаты қышқылдардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру. Қышқылдар дегеніміз сутек атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар. Қышқылдар табиғи және минералды қышқылдар болып екіге бөлінеді. Табиғи қышқылдар лимон, қымыздықтың жапырағында болатын қымыздық қышқылы, айран, қымыз, шұбат құрамында болатын сүт қышқылы жатады, ал минералды қышқылдар зертханада қолданылады. Оларға күкірт қышқылы, фосфор қышқылы және тұз қышқылдары жатады. Табиғи қышқылдардың дәмін татып көруге болады. Жемістердің қышқылтым дәм беру себебі құрамында қышқылдардың болуына байланысты. Ал минералды қышқылдардың дәмін татуға болмайды, себебі олар теріні, матаны, қағазды күйдіреді. Сондықтан қауіпсіздік ережесін сақтаған дұрыс. Қышқылдармен жұмыс жасаған уақытта қышқылдардың үстіне су құюға болмайды. Судың үстіне таяқшаны жанамалата, тамшылата отырып, көп қышқылдарды құюға болады. Лабораторияда жұмыс істеуге болатын күкірт қышқылына сипаттама беретін болсақ, иіссіз, судан 2 есе ауыр, ауадағы су буын және газдарды сіңіреді, матаны, ағашты күйдіреді. Өндірісте қолданылады. Түссіз май тәрізді сұйықтық. Аккумуляторларда электролит ретінде қолданылады. Қышқылдардың индикаторларға әсеріне келетін болсақ, қышқыл ерітінділері лакмусты қызыл түске, фенолфталинді түссіз түске, ал метилоранжевты күлгін түске бояйды. Қышқылдардың химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, қышқылдар металдармен әрекеттескен кезде белсенділік қатарында белсенді металдармен өте шабытты, белсенділігі орташа мырыш, марганец тәрізді элементтермен орташа, ал мыс, сынап, күміс тәрізді элементтермен мүлдем реакцияға түспейді. Қышқылдардың әсеріне ең тұрақты металл иридий болып табылады екен, балалар. Оның қандай қышқылда немесе қышқылдар қоспасында еритінін әлі күнге дейін белгісіз болып келген. Балалар, сендер білесіңдер ме, араның уы да қышқыл болып табылады. Қышқылдардың қолданылу саласына келетін болсақ, тұз қышқылын хлоридтер және зертханада хлор алу үшін де пайдаланады. Тұз қышқылының 0,5% ерітіндісі медицинада асқазан сөлінің қышқылдығы төмен науқастарға беріледі. Сондай-ақ тұз қышқылы дәрі-дәрмектер, бояулар және пластмассалар алуда қолданылады. Ал көмір қышқылының ерітіндісі әртүрлі сусындардың құрамына кіреді. Азот, күкірт және фосфор қышқылдары минералды тыңайтқыштар, бояулар, қопарғыш заттар және басқа да заттар алуда қолданылады. Бүгінгі сабақтың соңында тапсырмалар берілген. Осы тапсырмаларды орындап, менің сендерге қояр сұрағым, байқаусызда қышқыл ішіп қойған адамға көп мөлшерде су ішкізеді. Неге қышқылды ас содасының ерітіндісімен бейтараптауға болмайды? Осы сұраққа жауап беріп, үй тапсырмасын оқыңыздар.